Microsoft Excel курсы Excel парағы. Біз жұмыс істейтін ұяшықтардан тұратын жұмыс аумағын Excel парағы деп атайды. Ал оның көрінісін біз сол жақ төменгі бұрышта көре аламыз. Дәл қазір парағымыздың аты list 1 деп тұр. Біз осы парақтың атын өзгерте аламыз. Ол үшін осы парақтың үстіне тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Пайда болған менюден переименовать, яғни атын өзгерту бөлігін таңдаймыз. Бұл жерге мысалы қаңтар деген ат қойайық. Мүмкін біз әр айдың есебін жеке парақта жасағымыз келген шығар. Осыдан түсінетін келесі мүмкіндік бізге тағы да қосымша басқа да парақтарды қосуымыз керек болады. Ол үшін ағымдағы жұмыс парағының қасындағы қосу батырмасын басамыз. Бірден жаңа парақ қосылды. Осылайша біз парақтардың қалаған санын қоса аламыз. Және де олардың да аттарын өзгертіп, өзіміздің қалауымызша жаза аламыз. Егер белгілі бір себептермен біз артық парақ қосып жіберген болсақ, немесе белгілі бір парақ өзінің өзектілігін жоғалтқан болса, онда парақты өшіру үшін біз парақтың үстіне тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, удалить бөлігін таңдаймыз. Егер сіз жұмысты бастаған кезде, яғни Excel'дің жаңа құжатын ашқан кезде, парақтардың саны белгілі бір мәнге тең болғанын қаласаңыз, онда ол баптауды жасай аласыз. Ол үшін другие пунктіне басып, параметры бөлігін таңдаймыз да, осы Excel бағдарламасының баптауларын ашамыз. Осы жерде при создании новых книг, яғни жаңа кітапты, яғни жаңа құжатты ашқан кезде біздің парақтардың саны қандай болу керек деген бөлікке өзіңіз қалаған мәнді қоясыз. Кейін жаңа жұмыс кітабын ашқан кезде сізде өзіңіз орнатқан парақтар саны болады. Осы сабақ аясындағы соңғы мәселе ол жұмыс парағын қорғау. Біз осы жұмыс парағында белгілі бір өзгерістерді енгізуге шектеу қоя аламыз. Ол үшін жұмыс парағына өзімізге таныс менюді ашып, защитить лист бөлігін таңдаймыз. Пайда болған тізімнен сіз қандай әрекетті орындауға рұқсат бермейсіз, соны таңдайсыз. Мысалы, алдыңғы сабақта өткен ұяшықтарды форматтау, немесе басқа да бір мүмкіндіктер, жолдарды қосу, бағаналарды қосу сияқты бір әрекеттерде шектеу қойғыңыз келсе, онда сол әрекеттерді белгілейсіз, кейін сәйкес кілт сөз ойлап табасыз. Сол кілт сөзді енгізу арқылы сіз парақтағы шектеулерді өшіре аласыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.